Барлығыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта ағылшын тіліндегі хит ең көп қолданылатын фразалық етістіктерді үйренеміз. Видео сабақты соңына дейін қараңыз, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен фразалық етістіктердің не екенін біліп алайық. Оны білу үшін оң жақ төбедегі мына сілтемеден өтейік. Ал егер фразалық етістіктің не екенін білетін болсаңыз, осы видео сабақты жалғастыра берсеңіз болады. Бірінші үйренетін фразалық етістігіміз to get in. Get in is used for cars, vans, trucks and lorries. Яғни, get in фразалық етістігі жалпы көлікке және жүк көліктеріне байланысты қолданылады. Мысалға назар аударайық. Hurry up and get in the car, we need to leave now. Асық, көлікке мін, біз қазір кетуіміз керек деп аударылады. Келесі to get on фразалық етістігі. Get on is used for vehicles that we ride and for big vehicles that usually carry a lot of people. Get on фразалық етістігінің мағынасы тура get in фразалық етістігімен бірдей, бірақ қолданылу жағдайлары басқаша. Get on фразалық етістігі автобусқа, кемеге, велосипедке немесе мотоциклге байланысты қолданылады. Мысалға назар аударайық. She hurried to get on the train before the doors closed. Ол есік жабылғанға дейін пойызға кіруге асықты. Келесі үйренетін фразалық етістіктеріміз to get out of және to get off. To get out of фразалық етістігі to get in фразалық етістігіне антоним, ал to get off фразалық етістігі to get on фразалық етістігіне қарама-қарсы мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. He had to get out of the taxi quickly to make it to his meeting on time. Ол кездесуге уақытында бару үшін таксиден тезірек түсуі керек. Келесі мысал, make sure to get off the bus at the next stop for the museum. Мұражайға келесі аялдамада автобустан түсуді ұмытпаңыз. Келесі to put something on фразалық етістігі. Бұл фразалық етістік киіну деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. Before heading out, she decided to put on a warm coat. Жолға шықпас бұрын, ол жылы пальто киіп алуды шешті. Келесі to take off фразалық етістігі. Бұл фразалық етістік to put something on фразалық етістігіне антоним, яғни шешіну деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. He always takes off his shoes before entering the house. Ол үйге кірмес бұрын әрқашан аяқ киімін шешеді. Ал енді бүгінгі үйренген фразалық етістіктерімізді қайталап өтейік. To get in, to get on, to get out of, to get off, to put something on, to take off. Осымен бүгінгі видео сабақ аяқталды. Бүгінгі видео сабақта берілген ақпараттар түсінікті болды деп ойлаймын. Қағаз бен қалам алып жазуды ұмытпаңыздар. Егер видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Егер өзіңіздің ойыңыз немесе сұрақтарыңыз болып жатса, пікірге жазуды ұмытпаңыз. Ал қазірше сау болыңыздар.